Арнайы шот бұл қол соғылмайтын банктік шот. Оған әлеуметтік төлемдер мен өндіріп алудан қорғалған басқа да төлемдер есепке жазылады. Ондағы қаражатқа қарыздар мен атқарушылық іс жүргізу болған жағдайда да тыйым салуға немесе есептен шығаруға болмайды. Қорғалған төлемдерге мүгедектігі бойынша жәрдемақы, жүктілік және босану бойынша төлемдер, бала күтімі бойынша жәрдемақы, денсаулыққа зиян келтіргені үшін өтемақы, алименттер, әлеуметтік сақтандыру қорынан төлемдер, төтенше жағдай кезіндегі өтемақылар және басқа да төлемдер жатады. Арнайы шот ашу үшін банкке немесе Қазпошта акционерлік қоғамына жеке куәлікпен бірге өтініш беріп, шоттың мақсатын көрсету қажет. Сонымен қатар Қазақстан Республикасы ұлттық банкінің 2006 жылғы 31 тамызындағы 207 қаулысымен бекітілген құжаттарды ұсыну керек. Арнайы шот тегін ашылады, банктер оған қызмет көрсеткен үшін комиссия алмайды. Ең бастысы салық берешегінің немесе мерзімі өткен кредиттің болуы мұндай шотты ашудан бас тартуға себеп бола алмайды. Заң бойынша арнайы шоттағы қаражатқа тыйым салуға немесе оны өндіріп алуға жол берілмейді. Егер ақша қате есептен шығарылса, дереу банкке хабарласып, себептерін түсіндіруді талап етіңіз. Шот мәртебесін растайтын құжаттарды дайындап, өндіріп алушыға шағым жіберу қажет. Егер мәселе шешілмесе, қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігіне жүгінуге немесе сотқа өтініш беруге болады. Осылайша арнайы шот тетігі бұл жай ғана банктік қызмет емес, бұл өмірлік қиын жағдайға тап болған азаматтардың әлеуметтік қорғау. Ол қалпына келтіру, емдеу және қолдау көрсетуге арналған төлемдердің сақталуын қамтамасыз етеді.